Assalamu alaikum rahmatullohi barakatuh. Xabarыңызда Айнұр Артықбайқызы. Бүгін өте керемет жаңағы кездесуге келіп отырмыз. Біздің Мөлдір деген қонағымыз. Ассаламу алейкум. Бұл Мөлдір менен жасы құрдас екен. Бірақ бізде сіз деп сөйлейміз, біз Алла ғана сен деп жалғыз болғаннан кейін сен деп сөйлейміз. Осы тақырыпты менің YouTube каналымда бір мәрте қосып кеткен екенмін. Алдағы уақытта соны еске алып жүріңіздер. Аллах Тағала жалғыз болғандықтан, әлемдердің Раббысы болғандықтан біз Аллаға сен деп сөйлейміз. Өйткені не үшін? Біз Аллах Тағалаға бүкіл ішіміздегі барлығын сен деп, мысалы күйеуіңізге барғаннан кейін сен деп сөйлеген екен, ұрсасың да, не қыласың да, бүкіл ненің бәрін айта аласың, негативтің бәрін айта аласың. Сіз дегеннен кейін былай жағалап кетесің ғой. Сол сияқты біз мұсылман адам Аллаға сен деп сөйлеп, адамдар арасында сіз деп сыпайылықпен танытып сөйлесуіміз керек екен. Сосын Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жүрген жерлерінде танысаңдар да танымасаңдар да ассаламу алейкум рахматуллахи баракат деп амандасқанды ұмытпаңыздар деген, иә. Өйткені ассаламу алейкум рахматуллахи баракат деп біз күліп амандасатын болсаңыз қанша сауап жазылып жатыр. Біріншіден, екіншіден ол адамның сізге деген көзқарасы арам ой болса да жойылып кетеді сол жерде. Сондықтан Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сүннет амалын үнемі орындап жүрейік. Бүгінгі тақырып бізде маған үнемі осы соңғы бір аптада сұрақ қойып сұрақтар келе бастады. Шыныбек бар? Жасады ғой ма? Бізде бүгін дуалану деген тақырып болады. Қысқаша тоқталып кетеміз. Екіншісі түс көру, шошыну. Одан кейін тәуіп. Осы үш сұрақ менің оқырмандарымның біразы барып қойып жатыр екен. Тәуіпке барып. Енді біріншіден осы тәуіптен бастайықшы. Білесіздер ме, бір тәуіптің ішінде 1 миллионнан 2 миллионға дейін жын болады. Рас, иә? Адам тәуіпке барған кезінде кімге барады? Адамға бармайды ғой, ол жынға барады. Тікелей қараңыздар, тікелей жынға барасыздар. Сіздер ол былайынша айтқанда, жалпақ тілмен айтқан кезде ол адам зомби. Қалайсың болады, аузубилляхи шайтан в человеческом облике десек те, не 100% не қылмайтын еді, шатаспайтын еді. Өйткені ол кісінің уже миы жұмыс істемейді, тек аузубилляхи шайтандармен жұмыс жасайды. Енді қысқаша тақырып осыған келетін болса, не үшін тәуіпте 1 миллионнан 2 миллионға дейін жын болады деген сұраққа бірде Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалармен бірге отырған кезінде жұлдыздаған. Білесіздер, иә? Сол кезінде Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларына айтқан екен: ана жұлдыздар аққанда баяғыда сендер не дейтін едіңдер деп сұрақ қойған. Мына жұлдыздақты не дейсіздер деп сұрақ қоймаған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Алдында сіздер осы жұлдыз аққан кезде не дейтін едіңіздер, не деп ойлап жүрген едіңіздер, сұрақ түсінікті болды ғой, иә? Сол кезінде сахабалар айтқан екен: ең ұлы адам туылды, немесе ең ұлы адам өлді, иә, қайтыс болды деген екен. Сөйтсе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әсте ол ондай емес деп әңгімесін жалғастырған екен. Бұл дүние 7 қабат аспаннан тұрады, білесіздер. Мынау дүние аспаны, жұлдыздар аспаны, ол 7-ші қабат. Кетіп үстіне 6-ші, 5-ші, 4-ші, 3-ші, 2-ші, 1-ші аспан болып 7 қабат аспан. Одан кейін Алланың керемет күрсісі болады екен. Енді 7 қабат аспанда әрқайсысында періштелер отырады екен. Сол кезінде Алладан бір уахи келеді. Уахи деген ол не? Тек Алла ғана білетін нәрсе. Алла ғана білетін нәрсе. Мысалға, Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Жабраил алейхиссалам уахи алып келген, оны біз тек қана Аллах Тағала білетін болған. Мысалға айтайық, уахи. Мысалға, мен айтайыншы, Айнұрдың құрсағына Аллах Тағала ұл берді деген уахи келді. Мысалға айтып жатырмын. Оны тек Алла біледі. Періштелеріне айтқан кезде періштелер бір-біріне передавать етеді екен да. Ең соңынан 7-ші қабат аспанда періштелер бір-біріне айтып жатқан кезде, аузубилляхи шайтандар білесіз, жаратылғаннан бастап олар өлмейді, олар өте көп. Олар ағайын, туыс, барлығы біз сияқты бөлінеді, бірақ біздің көзімізге көрінбейді. Солар бірінің үстіне бір мініп алып, жаңағы періштелер бір-біріне айтып жатқан нәрсені құлағына іліп алып, ең соңғы төбесіне жеткізді.
айтпақшы ауызбірақ шайтандардың ең үлкені кім деп айтады? Іблис. Сол айтады екен. Ана уақиды кім алып келеді деген кезде ішінен бір атаман шығады екен. Мен деп сол ең төбесіне шығады екен. Сөйтеді екен да Айнұрдың құрсағына ұл перзент берді Аллах дегенде алып үлгереді да астыңғысына айтып үлгерген кезінде жұлдызды Аллах Тағала атады екен соған қарап. Иә, сөйтеді екен да жаңағы ең атаман ауызбірақ шайтан жоқ болып шашылып жоқ болып кетеді екен. Енді қараңыздар, ол уақи астына миллион өтірік бір шын болып түседі. Өйткені бір-біріне передавать етеді да, енді ең соңғы астындағы ауызбірақ шайтан кімге барып айтады осыны? Тәуір, картамен палаш, тағы да қандай? Көп қой түрлері. Кофемен ашып, құмалақ тастайды, осы түрлерін айта кетіп өшірді. Құмалақ тастау, кофемен палашу, отырып жаңағы нелермен ашу, андай қамшымен, пышақпен, бір сөзбен айтқанда сізге будущеңізді айтатын адам болса, сен келешекте мынандай болсын, бүйтесің, сөйтесің дей ма? Болды, ол уже тәуіп деген сөз. Ол адам ауызбірақ шайтандармен жұмыс жасайды деген сөз. Түсінікті ма? Енді Аллах Тағала барлық жер бетіндегі күнәлардың барлығын кешіреді, тек бір ғана күнәні кешірмейді. Қандай? Ширк. Аллах Тағала өзіне серік қосқан адамды кешірмеймін деген. Адам өлтір, барлық нәрсені істе, иә? Жердің бетіне күнәлардың істе. Бірақ егер де сіз біліп тұр, білмей тұрғанларды Аллах Тағала кешіреді, білмей тұр, барып қойдыңыз сіз. Ал егер де біліп тұр, тәуіпке барып, карта ашып, пал ашып, біреудің будущийін сұрап, жол аштыру айтпақшы. Мен барып жол аштырамын деп кеше маған 3-4 әйел жазды, суретін жіберген, сіздің жолыңыз жабық, сіз дуаланғансыз, 200.000 теңге жолыңды ашып беремін деп бір әйел жазыпты тиктокта. Маған даже суретін жіберді ол әйелдің. Оның барлығы Аллаға серік қосу, тікелей 100% Аллаға тікелей серік қосу болып саналады. Біліп тұрып істедіңіз бе, Құдай сақтасын, бұл өмірде де о дүниеде сізге бақыт жоқ. Білмей істедіңіз бе, Аллах Тағала сізді кешіреді. Аллах Тағала қандай? Өте мейірімді, әл-ғафур, өте кешірімді. Сондықтан біліп тұрып бұл нәрсеге жоламайды. Бір сөзбен айтқанда, тәуіп деген осы. Ешқашан бармаңыздар, тек бір Алладан ғана сұрайды. Тек бір Алладан ғана сұрайды. Енді түс көру, шошыну, түсімен жори алмайын білесіздер. Түс түлкінің боғы бір Аллаға тапсырып қойыңыздар. Не көрсеңіздер де. Кейде Аллах Тағала аян береді. Оны адам уже түсінеді аян екен. Сол нәрсе өтіп кеткеннен кейін түсінеді, немесе келмей жатып түсініп жатады. Одан кейін шошыну. Сіз түнде жатар кезінде шошынып кетпес үшін не істейсіз? Мен білетін дұғаларды оқып жату керек. Бірінші аяттул курсыны, одан кейін барып, бір фатиха, 3 ықылас оқып жату керек негізі түнде. Одан кейін дем салып жату керек. Пайғамбар саллаллаху сүннеті бойынша дем қалай салынады? 3 рет ықылас, 3 рет фалақ, 3 рет нас сүресін үрлеп, салып, денеңіздің бәрін қолыңыздың жеткен жерлерін барлығын сипап шығасыз. Осылайша өзіңізді жын шайтаннан сақтауға болады. Және түс көрген адам негізі садақа беріп жүрген жақсы. Егер жайсыз түс көретін болса, сосын ешкімге айтпағаны абзал. Ал бір түс қана шынайы, ол пайғамбар саллаллаху көрген адамның түсі ғана шынайы. Себебі пайғамбар саллаллаху хадис бар. Мені егер түстеріңізді көрген болсаңыздар, ол демек шынымен мені көргенсіздер, себебі шайтан менің образымды кіре алмайды. Бәрекелді, Мөлдір ханым. Бір сөзбен айтқанда, Мөлдір ханымның жалпы жұмысы психологиямен айналысады. Алдағы уақытта біздер сіздерге көрсететін боламыз, Құдай қаласа, алдағы уақытта таныса жатарсыздар Мөлдір ханыммен. Енді түс көру жағынан түсіндік. Сіз бастырылып қалмас үшін дәретіңізді алып келіп, аяттул курсиді, менің айтатыным не, постоянно айтып жүрген нәрсем, аяттул курсиді 3 рет оқисыздар, оңға қарап жатасыздар,
одан кейін альхамдулилля, субханалла, аллаху акбар тәсбих тартып, жүздің үстіне ла илаха иллаллаху вахдаһу ла шарика лах, лахул мулку ва лахул хамду ва хува аля кулли шайин қадир. Зікірдің төресі, мағынасы нету Бога, кроме одного, лишь Аллаха, орысша там білесіздер, у которого нет сотоварища, ему принадлежит вся власть, ему хвала, и он все может. Аллах Тағала жалғыз, Алладан басқа тәңір жоқ. Дегеннің бәрі Алланың қолында, Аллах Тағала барлығын істей алады. Біз Алладан ғана сұраймыз, осындай зікірдің төресін айтасыздар, жүзіншісін, одан кейін жаңағыдай дем салып жатсаңыздар болады. Сол кезде не үшін адам шошынбай азанға дейін әдемі түс көреді? Өйткені сіз аяттың курсты бір рет оқығанның өзінде Аллах Тағала сізге бір періште жіберіп қойды. Азанға дейін сіздің түсіңізге былай қоршап отырады екен. Түсіңізге де, өзіңізге де ауызбір шайтандарды жолатпайды екен. Сол үшін әдемі ұйықтаймыз. Мен өзімнен де кейде болады, бір қатты шашылып келген кезде аяттың курсты оқымай жатсам, енді бір фантастика түстерді көріп кетемін. Сразу білемін, аяттың курсты оқымадым деп. Сондықтан аяттың курсты оқыңыздар. Енді дуаланың тақырыбына, дуа деген бізде исламда бар. Ол жаңағы дуаның бір несі, дуаланып қалу, адам қалай біледі? Ауыр сезінеді өз-өзін, бастырылып бүйтіп, бір нәрсе, не нәрсе істесе де сол болмай, бастап келе жатса ортасынан тоқтап қалады, немесе бітіп қалады, немесе басқа нәрсеге ауысып кетуі мүмкін. Бір сөзбен айтқанда, адам өз-өзін жайсыз сезініп жүреді, ауыр сезініп жүреді. Дуа деген бізде исламда бар. Ол дуаны мен шешпеймін. Бірақ сіздер мешітке барып, әр қалада өзі мешіт бар, қазір альхамдулилля Қазақстан дамыған елде, әр қалаға барып, мешітке барып, имамнан сұрайсыздар, міне мен осындай дуаланған ба десеңіздер, өздері айтады. Содан кейін сіздерге белгілі Құранның сүрелерін оқып отырып, пәлен күн келді, сол дуаға қарсы сөйлетіп оқитын болады. Одан кейін сіздер де өздеріңізге дем сала аласыздар. Менің YouTube каналымда бар, білесіздер, видеоның астына соның ссылкасын қойып кететін боламын. Суға қалай дем саламыз, өзімізге қалай дем саламыз, соның видеосын астына қойып кететін боламын. Және де видеоның астына тағы бір ссылка қойып кететін боламын. Тәуіптер жайында бір тағы бір видеоның астына түссеңіздер, еще десеңіздер, ссылка тұратын болады. Енді біздің тақырыбымыз қысқаша түсіндіңіздер деп ойлаймыз. Құдай қаласа алдағы уақытта Мөлдір ханыммен танысатын боласыздар. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, лайк басып достарыңызға таратуды ұмытпаңыздар. Және де сіздер де сауапқа кенеліп, достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар.